Ауыз ашардың 11-ші күнінде хамир хасиб және оливье салаты қамырын дайындаймыз. Суымызға тұзымызды салып, ұнымызды илектен өткізіп, қатты қамыр илеп, июі қанғанша қойып қоямыз. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Тартылған ет, пияз және бір рет піскен күрішті аламыз. Барлығын араластырамыз. Қойып қоямыз. Қамырымыз шамамен 30 минуттай тұрды. Енді қамырды жұқалап жаямыз. Видеода көрсетілгендей қамырымызды жинап, орташа бөліктерге кесіп шығамыз. Жеке-жеке қамырға салмасын салып, видеода көрсетілгендей орап аламыз. Мантының табасын майлап, барлығын мантыға салып пісіріп аламыз. Енді оливье салаты барлығын 4 бүріштеп турап араластырамыз. Бүгінге дайындаған ас мәзіріміз дайын болды. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.